Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 8-ші орыс сыныптарына арналған БЖБ тапсырмасы. Биоалуан түрлілік, жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер. Наурыз және әлем халықтарының оны қарсы алу ерекшелігі бөлімі бойынша. Оқу мақсаты: перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау. Тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу, жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану. Бағалау критерийі: перифраз сұрақтар негізінде ақпараттарды ажыратады. Мәтінде сөйлем ішіне қойылатын тыныс белгілерді қолданады. Ал енді, құрметті оқушылар, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдап, берілген тақырыптарға мәтін бойынша жауап беріңіз. Жаз ортасында жақындаған кез болды. Көксерек үлкейді және семірді, бірақ үлкейісі даладағыдай емес, бәсеңдеу. Ауылдағы өз құрбы күшіктерден онша үлкен емес. Осы уақытқа дейін көксерек ауыл итінен көресіні көрді. Бірде-бір ит мұны дос көрмейді, маңына жақындатпайды. Қасқырға шабатын батыл төбеттер мұны талап та тастайды. Өзге көп ит те ырылдап үріп, кейде тап беріп әр жерінен тістеп тартып кетеді. Құрмаш қасында болғанда таяқ жемейді, бірақ ер жете бастаған сайын иесі көз жазып қала береді. Ал енді сұрақ: көксеректі қалай суреттейді? Жауабын жазамыз. Жауабы: көксерек үлкейді және семірді. Келесі: көксеректі қандай иттер тістеп тастайды? Ауыл иттері, батыл төбеттер, өзге көп иттер. Жауабы: үшінші сұрақ: ауыл иттері көксерекпен неге достаспайды? Өйткені көксерек қасқырдың төлі. Бірінші сұрақ бойынша жауаптар берілді. Енді екінші тапсырма. Берілген сөздерді дұрыс нұсқада жөндеп, сәйкес бағандарға жазыңыз. Мына жерде дара сөз, тіркесті сөз, біріккен сөз және қос сөздер берілген. Ал жауабын тыңдаймыз. Дара сөздер. Дара сөзге барса келмес сөзі жатады. Тіркесті сөз. Тіркесті сөздерге қызыл кітап, қоршаған орта, жабайы қызғалдақ, хайуанаттар бағы. Біріккен сөздерге түйме дақ, халықаралық, конвенция, биоресурс, омыртқасыздар, адамзат жатады. Қос сөзге жан, жануарлар. Осымен БЖБ тапсырмасының жауабы берілді. Мұқият тыңдап, жазып алыңыздар. Егер ақпарат сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.